Түлкі мен қырғауыл ертегісі. Бір түлкі қалың ағашты аралап келе жатып, ағаштың басында отырған қырғауылды көреді де, жақындап келіп: «Сәлеметсіз бе, қырғауылым? Халің қалай?» дейді. Қырғауыл: «Жақсы, өзің қалай тұрасың?» дейді. Түлкі: «Жерге түсіп сөйлессеңіз қайтеді? Бір құлағым естімеуші еді» дейді. Сонда қырғауыл: «Жерге түсуге қорқамын. Жерде әр түрлі аңдар бар. Бізді жеп қоюы мүмкін» дейді. Сонда түлкі: «Әй, достым, қазір заман бұрынғы заман емес. Жаңа ғана келдім. Бұйрық шығыпты. Біреуге біреу зорлық қылмысқа, қой мен қасқыр бірге жүрсін, түлкі мен тауық бірге тұрсын деген» дейді. Сонда қырғауыл: «Жақсы хабарыңыз бар екен. Рахмет, достым. Мына жақтан бір иттер келе жатыр. Оларға да хабарыңызды айтыңыз, естісін» дейді. Ит деген сөзді естіген соң, түлкі алды-артына қарамастан қаша жөнеледі. Сонда қырғауыл: «Қайда барасың, түлкім? Бұйрықты ұмытып кеттің бе?» дейді. Сонда түлкі: «Кім біледі, бұйрықты ол естімеген шығар?» дейді міңгірлеп.